Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге шелпектің рецебін түсіретін боламын. Ол үшін ең алдымен сүтімізді, жұмыртқамызды, содан кейін қантымыз бен тұзымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осы рецептің құрамы осы видеоның астында толығымен мөлшерлемелерінің барлығы жазылып тұр. Сонымен қатар мен видеома лайк басып, тіркеліп осы каналға және астына комментарий жазып кетулеріңізге болады. Сіздердің 1 минут уақыттарыңызды алады, ал менің каналыма ол өте маңызды. Жақсылап араластырып алғаннан кейін оның үстіне ұнымызды салып, біркелкі масса шығарамыз. Әуелі ыдысты араластырып алып, одан кейін қатайғаннан кейін столдың үстіне салып, жұмсақ қылдырып қамыр илейміз. Соңында қамырымыз қолымызға жабыспауы керек, және де тым қатты болмауы да керек. Видеода көрсетілгенде қамырымыз осындай жұмсақ болып шығу керек. Столдың үсті мен қамырымыздың үстіне ұн сеуіп, үстінен жауып қоямыз. Бөлме температурасында 30-40 минутқа қалдырамыз. Ендігі кезекте біз қамырымызды кесіп, теңдей етіп шелпектерімізді кесіп аламыз. Ол үшін ең алдымен столымыздың үстін дайындап аламыз, ұнымызды себеміз, содан кейін қамырымызды рулет сияқты қылып, біркелкі формаға келтіреміз. Менде бұл қамырда шамамен 13 шелпек шықты. Егер 7-9 шелпек илегіңіз келсе, осы видеоның астындағы рецептің шамамен жартысын ғана қосасыз. 2 жұмыртқа болса, 1 жұмыртқа қосасыз. Мысалы, 1 килограмм ұн болса, оның жарты килограммын ғана қосасыз. Қамырымызға дөңгелек пішінді береміз. Барлығын әдемілеп дөңгелек пішінге келтіріп алғаннан кейін жаюға кірісеміз. Қамырды жайған кезде біркелкі қылып жаюға тырысыңыздар. Себебі майға салып пісірген кезде жаны қалың, ортасы жұқа болып шықса, онда ортасы қатып қалуы мүмкін. Егер шелпектің қалыңдау болғанын қаласаңыз, онда қамырды қалың қылдырып жаюға болады. Жұқа болса да, қалың болса да, майға салып пісіріп алғаннан кейін жұмсақ болып піседі.
Барлық қамырымызды жайып болғаннан кейін табаға майымызды құйып жақсылап қатты қыздырып аламыз. Қатты қызып тұрған майдың көмегімен табаға шелпегімізді салғанда ол бірден пісе бастайды. Сол кезде осындай кәкпіріміздің немесе қасықтың көмегімен үстінен баса айналдырып бір жағын пісіріп аламыз. 10-15 секундтай болғаннан кейін екінші жағына ауыстырып тағы да айналдырып пісіріп аламыз. Міндетті түрде пісіп болғаннан кейін осылай майын сорғытып аласыздар. Себебі майы қалып қойса шелпегіміз майлы болып кетеді. Шелпекті пісіріп алғаннан кейін кішкене тоса тұрыңыз, 1-2 минуттай майымыз қайтадан қызғанша. Сол кезде шелпегіңіз әдемі болып біркелкі түсті болып пісетін болады. Видеоны көріп біткеннен кейін каналға лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетіңіздер. Шелпегіміз майлы болып кетпес үшін әр шелпекті пісіріп алғаннан кейін столдың үстіне жайып қоямыз барлығын. Шелпегіміз ұзақ уақыт жұмсақ болып қалу үшін оны суығаннан кейін пакеттің ішіне салып, үстін жауып қойып қоямыз. Сол кезде әрі жұмсақ, әрі тәтті болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.